Tüymeler de var. Manda tüymeler. Manda kuculatorlar da var. Manda sandık tekstler de var. Manda bak jimçuk oyuncaklar da getirdim. Manda osunda krizi bıraktım. Dedim osunda koyayım diye getirdim. Енді бұған осындай аромат егіземіз. Осындай аромат егізіп, осындай қабырғаға ілетін сәндік панно болады. Аны алып алдым. Мынау романым. Мынадай романның көлемінен алдым. Осыған картина жасайын болдым. Маталардың, құрақ маталардың қиындылығынан. 33-те 36 размер матаны алдым. Енді осыған қиындылығы шегіне қойып тіге беремін. Осылай тіге беремін. Мынау матаның қиындылығынан осындай құрап алдым. Енді өлшеміне қарай жан-жақтарын тегістеп кесіп алып жатырмын. Енді мынаны 4 бұрышқа кесіп алдым өлшеміне қарай. Енді бұның бетіне мен мынандай гифелерді орналастырамын. Сәнмен осылай. Содан кейін сәндік тікістермен көркемдеймін. Мынандай торларды тіктім сән үшін. Енді қазір перцияға қойып, мыналардың беттеріне тіксем ба деген ойым бар. Сондай көркем тікістермен өрнектеймін. Енді көзжабаларды кіргіздім. Мына арасына мындай сәндік көркем тікістер жүргізіп жатырмын. Декоративный шов дейді мыналарды. Мынау елочка деп айтылады. Шашаға ұқсайды. Мынаны көздік дейді. Осындай. Мынау декоративный шов неше түрісі болады, бірақ мынаның ішінде мынау бір шовтың өзін әртүрлі жіптермен тіксең, әртүрлі бір шовтар ұқсап көрінеді. Мынандай декоративный шовтар тіктім. Әлі көп тігу керек. Әлі көп. Арасында мынандай гифелердің қысып алып, мынандай бөлшектен кесіп алып жасап жатырмын. Одан кейін мындай түймелер жасасам. Мындай түймелер тігемін. Әлі арасына мынандай түймелер тігемін. Солай көркемдей беремін. Нені құраққа бір кофтаны сөккен кезде осындай көп моншақтар шыққан. Сол моншақтарды мындай жерге пайдаландым мынандай. Енді мынау екеуіне де осындай тіксем ба деген жоспарым бар. Соны тігіп көрсетейін. Мынандай жерлерге кішкене майдалап аламын. Ақ жемшіктер тігіп бітірдім. Әлі де болса кейбір жерін тігемін. Енді мынандай гиферді жапырағына жасау, қызыл қылып мынандай ұсақ моншақтардан. Мынандай түймелер тіктім. Түймелер мен ортасына бисер алдым. Мынандай. Әйтеуір қолыма не түседі, не артық бар, бәрін жамай бересің ғой. Сонда осындай сәнді нәрсе шығады. Назарларына мындай жемшіктер тіктім, мынандай кесе тіктім. Мына жерлерге де жемшіктерді қойдым. Енді мынаны тіктім. Енді мына жерге мынандай үлкен түйме қойып, мына ашық жерге. Оның үстіне мынандай қылып екі моншақты тіксем ба деп ойға келген. Bekleyelim. Aşağıda çıkmak. Cümle. Mına bitirip ramaga salып, қабырғаға да іліп қойдым.